Енді осы жиынымызды осымен тәмамдаймыз. Сіз бір ауыз сөз айтыңыз. Мынау осында жаңа осы қазақ тілі қоғамының халықаралық осындай талап өте дұрыс. Осында келіп отқан мына журналистерге, менің әріптестеріме көп рахмет. Бұл жаңа өте дұрыс сұрақ қойдым. Бауырым мынау басқа егемен неге келмейді деп, жаңа жас алаш неге келмейді деген секілді. Дұрыс, енді егемен бірінші келу керек бұл жерге. Содан кейін жаңа Бақыт бауырымыз айтып отыр, жаңа Ғалия Шымырбаева дедің ба, тілші? Бақыт. Қазправдан, иә? Бастықтарынан өткізілмейді. Иә. Сол Қазправдан енді союымыз керек бәріміз. Осы жерде қатысып отқан нәрселер. Неге оған қазақтың ақшасына, қазақтың қазынасынан шығып отыр Қазправда? Қазақтың пұлы керек те, тілі керек емес те оларға. Неге келмейді? Неге дайындап әкелген, арнайы жіберген материалын баспайды? Өткенде ақпарат министрі Аида Балаевамен Алматыдағы кездесуде мен айтқам, мынау орыс тілді нелер орманға қарап ұлиды деп барлығы. Біздің тендердің барлық ақшасын алып отырады ана жерде. Одан кейін осындай ұлттық мүддеге келген кезде тіл туралы болсын, басқа туралы болсын, олар басқа жақтың сөзін сөйлеп шығады. Барлық кезде де сондай. Осы мәселені де жолға қою керек бізге. Рахмет, Смағұл ағамыз бастап, Асыл апайымыз бастап келдік. Мен де сол Астанадан осы тіл болғаннан кейін жеттік. Әйтпесе ешкімнің қазір уақытымыздың бәрі тығыз. Алматы арнасына рахмет. Тіл қорғаны деген көп нәрсе жасап жатыр, жүргізіп жатыр. Бірақ жаңағы тілші қызымыз аяулым айтқандай, оның нәтижесі қалай болады ертең? Осы нәтижесіне жұмыс істеуіміз керек бәрімізде. Халықтың талабы, қазір бізде заң жоқ. Мен ана ұлттық кеңесте сол үшін айттым. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек. Ол мемлекеттік тіл туралы заң, мемлекеттік тілді міндетті ету керек. Ол міндетті ету үшін, мемлекеттік тіл туралы заң туралы жұмыс істеу үшін Конституцияның 7-ші баптың 2 тармағын алып тастау керек деп. Ұлттық кеңесте Тоқаевтың алдында баяндама жасағанда. Жаңа енді тіл туралы заң, мемлекеттік тіл туралы заң үкіметте жатқанын айтып отырмыз. Бұған енді халық болып талап қоюымыз керек барлығымыз. Жаңа Бақыттың жағдайын білуге болады. Апайымыз дұрыс айтып отыр. Сендер деген айтты. Ол да дұрыс жауап берді. Біздің қолымыз байлап тастаған деген сияқты. Бұл заң бойынша ешнәрсе істей алмайсың. Біздің қазір мен бағана айтқаным сол ғой, бұл заң жарамайды деп. Сенің жаңа мемлекеттік тіліңді сырт тастайды. Бағана Асыл апай айтқандай. Оларға ол бірінші тармақ керегі жоқ. Оларға екінші тармақ керек. Конституцияның. Бүкіл заңымыз Ресей тілінде жазылады. Біздің Конституциямыз Ресей тілінде жазылған. Сонда қазақ тілі қалай дамиды ол? Бірінші қазақ тілі мемлекеттік тілде жазылса, аударылса орыс тіліне кейін. Сонда ғана дамиды ол. Бізде мына аудармашылар дегендер құрту керек. Аудармашы қазақ тілінен орыс тіліне аудару керек қой. Бізде Ресей тілінен қазақ тіліне аударып отырады мемлекеттік тілге. Онда жатпайды. Оны Google-ден аударады да, ол басқа масқара болып шығады. Интернеттен аударады да. Сіздерге рахмет. Осыны қолға алған нәрсені аяқсыз қалдырмайық. Біздің қазақтардың бәріміздің бойымызда бір не бар? Жақсылап жалдатып бастаймыз, атқа мініп шабамыз, кейін 3-4 біраз аяқ отқаннан кейін қалдырып кетеміз. Қазір мына Құдайға шүкір интернет бар, фейсбук желісі бар, әлеуметтік желілер бар, соның бәрін таратып, осыны қолдап, біз жаңа 125 мың келді ғой. Сол сияқты жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 100 мыңдаған мүшеміз бар деп жатсыз. Миллиондаған мүше бар дейді. Сол сіздерде қанша мүше бар екен, ертең қол қоюдан білінеді. Қанша адам қол қойса, сонша адам мүше болады. Яғни табыс тілейміз. Мына тірлік болмайды, тілде болмайды. Мемлекеттік тілді міндеттеу, мемлекеттік міндеті. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек. Ана бізде қазір 100 мыңға жетпес мемлекеттік қызметші бар. Солар барлық кедергіні жасап отқан. 19 миллион адамға 100 мың адамның айтқанын істеп отыр. 19 миллион. 100 мың адам бәрі де білмейді емес қой. Ішінде 30% білмесе, мысалы, сонда 30 мыңдай адам бүкіл 19 миллионның 14-15 миллионы қазақ тілді болса, қазақша болады. Соларға өзінің үстемдігін жүргізіп отыр. Бұл барып тұрған әділетсіздік емес пе? Осыны жоятын кез келді. Осы талапты іске асыра береді. Рахмет.